Саламатсыздар ма балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. 149-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы есептер шығару. Оқулықтағы бірінші мысалға қараймыз. Шамалар үш бұрыштарына қара. Шамаларды үш бұрышқа орналастыр. Есепті шығару үшін үш бұрышты қалай қолдануға болады дейді. Ауданын табу үшін формулалар қолданамыз. Ұзындығын еніне көбейтеміз. Бір заттың массасын табу үшін құнын бағасына және санына көбейтеміз. Бір заттың жалпы массасын табу үшін жалпы массаны санына көбейтеміз. Деп 2. Кесте бойынша есептер құрастырып оларды шығар. Печеньенің массасы 50 грамм, йогурткі 200 грамм, саны бірдей. Йогурттың жалпы массасы 1000 килограмм, печеньенің жалпы массасы белгісіз. Жалпы массаны табу үшін массаны санына көбейтеміз. Бір заттың бағасы, бордың бағасы қанша теңге екені белгісіз. Саны 10 дана, құны бірдей. Секіртпенің бағасы 400 теңге, саны 2 дана, құны бірдей. Құнын табу үшін бағасын санына көбейтеміз. Есепті шығарамыз. Жалпы массасы 1000 грамм. Йогурттың массасы 200 грамм, саны белгісіз. 1000-ды 200 граммға бөлеміз. Сонда 5 болады, саны 5. Печеньенің массасы 50 грамм, саны 5, көбейтеміз 50-ді 5-ке, жалпы массасы 250 грамм. Енді бордың құны белгісіз. Бізге оның астында бірінші белгілі, секіртпенің бағасы мен санын көбейтіп аламыз. 400-ді 2 данаға, сонда құны 800 теңге болады. Бордың бағасы 800 теңге, саны 10 дана, 800-ді 10-ға бөлеміз, құны 80 теңге. Бірінші мысалға қараймыз. Фигуралардың ауданын тап дейді. Бізге бірінші қабырғасы берілген, жасыл түсті 3 метр, екінші қабырғасы 4 метр. Көбейтіп аламыз. Одан кейін шаршы берілген, шаршының бір қабырғасы 5 метр, шаршының барлық қабырғасы тең болады. 5-ті 5-ке көбейтіп аламыз. Екінші көк түсті фигура берілген, бір қабырғасы 6 метр, екінші қабырғасы 4 метр. 6 метрді 4 метрге көбейтіп аламыз. Және де екінші қиылған қабырғасы 2 метр дейді. 6-ны 4-ке көбейтіп, содан шыққан саннан 2-ні 2-ке көбейтіп аламыз, 4 метрді азайтамыз. Сонда жалпы қабырғасы шығады. Аудан табу үшін екі бұрыштың ауданның санын қосып, жалпы екеуінің қанша метр квадрат екенін біле аламыз. Фигуралардың ауданын табамыз. Бірінші бір қабырғасы 6 метр, екінші қабырғасы 4 метр. 6 метр 4 метрге көбейтеміз, 24 метр квадрат. Енді қиылған қабырғасы 2 метр, 2 метрді 2 метрге көбейтеміз, сонда 4 метр квадрат болады. Енді 24 метр квадраттан 4 метр қиылып алынған квадратты азайтамыз, сонда жалпы 20 метр квадрат болады ауданы. Екінші фигура бір қабырғасы 3 метр, екіншісі 4 метр. Көбейткен кезде 12 метр квадрат болады. Шаршы берілген, шаршының бір қабырғасы 5 метр, яғни шаршының барлық қабырғасы тең болғандықтан 5 метрді 5 метрге көбейтеміз. Сонда шаршының ауданы 25 метр квадрат болады. Енді екі фигураның барлық ауданын табу үшін 12-ні 25-ке қосамыз, 27 метр квадрат болады. 4. Есепті шығар. Сырым ауладағы достарына туған күнін жасады. Ол ауланы безендіруге 10 данадан 5 қорап түрлі түсті шар дайындады.
одан 2 есе кем туған күнге киетін қалпақтар және қалпақтардан 5 есе кем мерекеге шашатын ұсақ қағаздар әкелді. Ол неше мерекеге шашатын ұсақ қағаз әкелді. Ол ауланы безендіруге 10 дана шардан 5 қорап түрлі түсті шар дайындады. Сонда онды 5-ке көбейтіп аламыз. Жалпы шардың саны 50 болады. Енді одан 2 есе кем туған күнге киетін қалпақтар дейді. 50-ді 2-ге бөлеміз. Сонда қалпақтардың саны 25. Енді бізге қалпақтар және қалпақтардан 5 есе кем мерекеге ұсақ қағаздар әкелді. 25-ті 5-ке бөлеміз. Сонда ұсақ қағаздың саны 5. Мысал 5. Сырымның туған күніне достары аулада аспанға әртүрлі батпырауықтар ұшырып ойнады. Батпырауықтардың ауданын анықта дейді. Бір қабырғасы 9 дециметр, екінші батпырауық 18 сантиметр, 52 сантиметр. Мысал 5-те жаңағы айтып өткендей, бірінші батпырауық 9 дециметр, яғни 9-ды 9-ға көбейтеміз. Сонда батпырауықтың ауданы 81 дециметр квадрат болады. Екінші батпырауықтың 18 сантиметр, екіншісі 52 сантиметр. Ауданын табу үшін 18 сантиметр 52 сантиметрге көбейткенде 936 сантиметр квадрат болады. 6-шы есепке қараймыз. Есепте дейді. 706 азайту 71 көбейту 2. Сендер баған түрінде орындап алыңдар. Бірінші көбейту орындалады. 71-ді 2-ге көбейтеміз. Шыққан нәтижені 706-дан азайтамыз. 37 көбейту 3. Қосу 150 көбейту 2. 37-ні 3-ке көбейтіп аламыз. 150-ді 2-ке көбейтеміз. Екеуінен шыққан санды бір-біріне қосамыз. Балалар, енді есепті өздерің баған түрінде есептеп, есепті шығарыңдар. Мен жауабын сендерге қалай шығатынын көрсетіп қойдым. 7. Теңдеулерді шеш. 35 көбейту 3, қосу x тең 543, қосу 392. Екінші теңдеу y азайту 51 бөлу 17 тең 857. Енді теңдеулерді шығарамыз. Енді теңдеулерді шешіп көрейік. 35 көбейту 3, қосу x 543, қосу 392-ні бірден қосып аламыз. Қосындысы 935-ке тең. Теңдеуді ықшамдап аламыз. 35-ті 3-ке көбейткен кезде 105. 105 қосу x тең 935. X тең 935-тен 105-ті азайтамыз. X-іміз 830-ға тең. Енді теңдеудің дұрыс еместігін орнына қойып тексеріп шығамыз. 35-ті 3-ке көбейтеміз. 105 қосамыз 830-ға. Тең 543-ті 392-ке қосқанда 935. Теңдеудің оң жағы да сол жағы да екі жағы бірдей тең. Екінші y азайту 51 бөлу 17. Теңдігі 857-ге тең. Y азайту 3. 51-ді 17-ге көбейтіп аламыз өрнекті ықшамдап. Теңдігі 3 тең 857. Y тең 857-ге 3-ті қосамыз. Y-іміз 860-қа тең. Енді теңдеуді тексеріп шығамыз. Y-дің орнына 860-ті қоямыз, азайтамыз. 51 бөлу 17. 3 шығады. 860-тан 3-ті азайтқанда 857. Теңдеуіміз дұрыс. 857 тең 857.